Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Біз өткен сабақта Қабдеш Жұмаділовтің өмірімен, шығармашылық жолымен танысқан болатынбыз. Енді бүгін Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романына тоқталамыз. Жалпы Тағдыр романы туралы зерттеуші Елеукенов былай дейді: Тағдыр ұлтжанды қаһарманды биік өреге көтерген роман. Ол қазақ әдебиетінің өз қойнауынан шыққан туынды. Басқа тілдерге аударылғанда ғана бағы ашылатын кейбір шығармалардай Батыс я Латын Америкасы роман үлгісі бойынша пішілмеген. Тағдырды оқып отырсаң, қазақтың кең даласына сүңгіп кеткендей бір рахатқа бөленесің дейді. Міне осындай бір ғана шағын ойдың өзінен Тағдыр романының қандай бір керемет шеберлікпен жазылған керемет туынды екеніне көз жеткізе аламыз. Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романы жалпы тарихи роман. Олай дейтініміз, романда екі империяның, Алаштың ата қонысы болған Сайын даласын екіге бөліп, шекара сызығын жүргізген кезең арқау болады. Романда алуан түрлі мінез, алуан түрлі тағдырлар, кейіпкерлер сомдалып, болмысы ашыла түседі. Жалпы роман 4 бөлімнен тұрады. Бұлар жол торабы бірінші бөлім, екінші бөлімі тағдыр талқысы және үшінші бөлімі уақыт кернеуі, төртінші бөлімі дар ағаш деп аталады. Романның негізгі кейіпкері Демежан және Демежанның маңайында жүрген басқа да кейіпкерлер арқылы роман қызу талас тартысқа, шиеленіске толы. Романның бірінші бөлімінде Шәуешек аймағы губернаторының тілмәші Демежанның халық тағдырының өз пайыммен бағамдаған сәттері баяндалады. Жалпы роман 1988 жылы жазылған. 1990 жылы романға Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Енді келесі бейнематериалға назар аударып, жалпы шығарма не жайында екені, жалпы шығарманың негізгі оқиғасы қандай, сол жайында материал тыңдай аласыздар. Назар аударыңыздар. Тағдыр романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөліс туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған тұлға. Жазушы ел үшін қызмет етіп, жанқиярлыққа барған адамның өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді, әдемі дәстүрлерді, әдет ғұрыпты ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді де шынайы көрсете алған. Роман композициясы 4 бөлімнен және эпилогтан тұрады. Алғашқы жол торабы атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқуы, ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталса, Тағдыр талқысы атты екінші бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиындықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. Уақыт керуен деп аталатын үшінші бөлімі Демежанның ұлт үшін істеген азаматтық істерін арналған. Соңғы дар ағаш атты 4-ші бөлімінде Демежанға жазықсыз жала жабылады да дарға асылады. Романның қысқаша сюжеті осындай. Шығарма тауын тек роман кейіпкерінің басынан өткен жайлар, оның есею, кемелдену, өсу жолы деп қана түсінбей, көшпелі тіршіліктен отырықшылдыққа бет бұрған тұтас бір халықтың тағдыры деп түсіну керек. Елмайлап еңіреген, бодандық қамытын киген халықта өзге ұлттармен тең дәрежеде тұратындай өркениетке жеткізсем, өзіне өзін биетсем деп көксеген жанның өзек жарды армандары романның басты
идеясына айналған. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақты толық түсінді деп ойлаймын. Олай болса, сабағымызды қорытындылап, 3 жазбаша тапсырманы орындайсыздар. Бірінші тапсырма. Берілген үзіндінің сюжеттік композициялық құрылысын талдап, идеясын анықтап жазасыздар. Бұл топтық жұмыс, әр топ өзіне берілген негізгі тапсырманы орындайды және идеясын анықтайды. Мысалы, бірінші топ оқиғаның басталуымен байланысуы, екінші топ оқиғаның шиеленісуі, үшінші топ оқиғаның шарықтау шегі, төртінші топ оқиғаның шешімімен аяқталуы. Екінші тапсырма. Романда қандай ұлттық мүдде туралы мәселелер көтерілген, жер бөлінісі туралы тарихи деректерді келтіре отырып, роман идеясымен байланыстыра талдаңыз. Үшінші тапсырма. Романдағы басты кейіпкерлерге мінездеме бересіздер. Енді осы тапсырманың үшеуін де толық орындау үшін сіздер әдебиет оқулығын оқисыздар, хрестоматияда берілген романның үзіндісімен танысасыздар, немесе кітап KZ сілтемесіне өтіп, тағдыр романның аудио нұсқасын тыңдай аласыздар, немесе романды толық оқып шығуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қоса, қосымша материал ретінде YouTube сілтемесін көрсетіп қойдым. Сол сілтемеге өту арқылы роман туралы тағы да бейне материалмен таныса аласыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.